негізінде адал нан жеп жатырмыз. Азыркы соңғы уақыттары мен қуанатыным жастар жағы көп бізге келіп жатқанда. Жастар, бірақ біздің ішімізде высшее образованиемен жүргендер бар. Бұрын мұғалім болғандар бар. Медсестралар бар. Енді жеп қарап тұрсаң, жаман емес деп ойлаймын. Барлығы ол мәжбүри емес қой. Данный момент осы 1-2 жыл болды, жастар келіп жатыр. Оларды көріп ойлайсың, значит, бұл былай қарай өрлеп бара жатырған кәсіп. Адалынан нан тауып жесең, арланбауың керек. Былай қарап отырсаңыздар, таза еңбек сол кісілердің арқасы ғой. Мысалы, көше сыпырып жүрген кісілерді мен өзім білмеймін, қатты сыйлаймын. Сол кісілердің арқасында, мысалы, приятно да өзімізге де, мысалы, қала таза, мысалы, ол кісілер байғұстар көшені таңертең келіп көшені сыпырады. Енді нағыз сол еңбек сол кісілерде ма деп ойлаймын өзімше.